пайғамбарымыз саллаллаху бізге мынандай нәрсені айтады. Осылардың құлдық сұмдығына ұрынып қалып атқан түріміздің бүгінгі күндегі бір жағдайларымыз, мысалы, дубба илейкум даул умами қаблакум дейді. Сендерге қарай бұрынғы үмбеттердің ішінде болған дерттер кеп қалды дейді. Келе жатыр. Кеп қалды дерттер дейді. Әл-хасаду вәл-бағда, бір-бірлеріңді күндеу, жек көру, көре алмау. Көрді ба? Оған жаңағы анау юдейлер кезіндегі өтірік хадистерді шығаруға да ұмтылғандар, кезіндегі ана Османның өліміне дейін реттеуге тырысқан Абдулла ибн Саба деген жаңағы юдейлерден мұсылмандардың арасына кіріп жүрген, жаңағы тақуа болып жүрген, тырысып алдап жүрген, осындай нәрселермен фиқыңа байланысты, ақидаңа байланысты, тағы да басқа нәрсеге байланысты сол себептер арқылы бөлу жолын қарастырып жатыр әлемде. Түсінесіз бе? Ол жаңағыдай ұлтпен байланысты нәрсе емес ол. Сол нәрселер арқылы сен ойламаған жерден өзің білмей қаласың қалай олардың жаңағы несіне ауына түсіп қалғаныңды. Сонда айтады, сол бір-бірлеріңді көре алмау, күншілдік дерті, жек көру дерті келді дейді. Сонда айтады, хиәл халиқа дейді. Аңғарасыз пайғамбар не деп жатыр? Бұл негізі ауру, бұл ауру келсе дейді, қырқат дейді. Ла ақулу тахлиқу шағара. Мен айтпаймын сендерге шашты қырқуды дейді. Валакин тахлиқу дина. Бірақ дінді қырқат дейді. Дін қырқылғанда ол ислам қырқылмайды. Біздің исламды ұстануымыз қырқылады. Біз қырқылып қаламыз исламнан. Ал бұл үстем. Көрдіңіз ғой. Біздің жағдайымыз дұрыс болмай қалады. Дінді қырқады дейді. Саюсибу уммати. Соны пайғамбарымыз айтыр. Даул умами. Осы үмбеттердің басынан өткен ауру менің үмбетімнің де басына келеді дейді. Я Расулалла, ва ма даул умам. Ол не ауру? Ол не дерт бұрынғы үмбеттерде болған? Әл-әшар, шүкірсіздік, нығметке күпірлік. Мысалы Тағала бірсіге бір нығмет береді. Сосын алып қойса, не жаздым дейді. Осындай мінез келе жатыр дейді. Немесе қолыңды жеткіземін жүрген жетпей қалған нәрсеге неге жетпей қалды деп айтады. Немесе жаңағы қыз туа берсе неге ұл тумады деген осындай сипаттар келе жатыр дейді сендерге де. Бұл сахабаларда болмаған дейді бұл сипаттар. Уәл батыр, сондай-ақ тәкаппарлық келе жатыр дейді сендерге. Мен деген нәрсені жақсы көретін боласыңдар дейді. Мен деген нәрселерді. Сондай-ақ не нәрсе? Тәкәсуру фид дуния, дүниені көбейтуде, танысты көбейтуде, ақшаны көбейтуде, бала, мал, сол нәрседе жарысатын боласыңдар. Жарайды, өзің Алла үшін көбейтіп істетіп атсаң басқа ғой, сен соны жарысып істейтін боласың дейді. Бәсекеге түсіп, көріз ғой. Уәттахасуду, бір-бірлеріңді жек көріп, күншілдейтін боласыңдар. Қай жерде отырсаңдар да дастарханда бір-бірлеріңді сырттарынан сөйлейтін боласыңдар, өсек қылып мысалы. Табағуду, сосын бір-бірлеріңді жек көре бастайсыңдар. Сосын бұл ауру ең соңғы асқынған түріне келеді, хатта якуну әл-бағи. Сосын дейді, өзіңді басқалардан артық көретін мінезге келесің дейді. Өзіңнің ойың болсын, жаңағы. Осы бұл жеткен нәрсең, осы ауру келе жатыр дейді. Юдейлерді жеп біткен дейді, бұл насараларды жеп біткен, сендерге келді дейді енді. Енді осы нәрселердің қазір бет жақтары жұмыс істеп жатыр ма, жұмыс істеп жатқан жоқ қоғамда. Мысалы айтайық, ислам әлемінде істеп жатыр. Олай болса, бұдан енді құтылуға ниет етпесең, қайтып құтыласың одан. Сондықтан, якум васу затилбейни. Сендер дейді, араларыңның бұзылып кетуінен сақтаныңдар дейді. Осы нәрсеге гарантия беріңдер дейді маған. Хиәл халиқа, өйткені бұл қырқат дейді. Бұл кірсе дейді, бұл қырқа бастайды дейді. Хайырыңды қырқа бастайды, бойыңда хайыр қалмайды дейді. Жаңағы ұмдар ғана қалады болды. Көріз ғой.